Елімізде коронавирусты емдеудің жаңа әдісі қолданыла бастады. Енді індеттен құлан таза айыққан адамдардың иммундық плазмасы ауыр халде жатқан науқастарға беріледі. Сол арқылы жағдай нашарлаған адамдарды індеттің ілмегінен құтқарып қалу көзделген. Бірақ қан құрамындағы плазманы вакцина деп қабылдауға болмайды. Неге екенін әріптесім Дастан Сейілханұлы айтып берсін. Орталық жұмысы қалыпты. Донорлар әдеттегідей келіп жатыр, бірақ мына есіктен кез келген адам өте алмайды. Мұнда қауіпті кесел жұқтырып, кейін сауығып шыққан адамдардың ғана кіруіне рұқсат берілген. Сақтық үшін жасалыпты. Әуелі донорлар 2 бірдей сынама тапсырады, нәтижесі ойдағыдай шықса, бірден тіркеуге алынады. Донор тіркеуден өткеннен кейін ол лаборантқа өтеді, лабораториялық көрсеткіштер тапсырады. Біріншіден ол гемоглобин, группа крови, резус фактор және де бауырдың көрсеткіші ALT-ны тапсырады. 2-3 минуттан кейін дайын болғаннан кейін лаборант ол көрсеткіштерді біз дәрігерге беріледі. Мұндағы дәрігер донордың қан қысымын, бойы мен салмағын өлшейді. Содан кейін ғана мына аппаратқа қосады. Бұл құрылғы қан құрамындағы плазманы бөліп алуға мүмкіндік береді. Ол сары су секілді сұйықтық. Сырқаттан емделген адамдардың қан құрамында, плазмасында адам денесіндегі жасушалардан бөлінетін активті ферменттер болады. Антиденелер. Сол антиденелердің арқасында ауырған адамдар көмек ала алады. Қазір мұндай әдіс әлемнің бірнеше елінде қолданылып жатыр. Айталық америкалық мына дәрігер науқастардың өміріне араша түсемін деп індеттің ілмегіне ілініп кеткен екен. Бірақ кейін сауығып шыққан. Мамандар әлгі адамның ағзасынан антиденелердің барын анықтаған, сөйтіп донор болуын өтінген. Қазір Нью-Йорк қаласындағы қан орталығындамын. Дәрігерлер менен плазма алады. Ол қан құрамындағы сары сұйықтық. Соның ішінде вирусты жеңе алатын антиденелер бар. Оның көмегімен көп адамның өмірін сақтап қалуға болады. Қауіпті індеттің ошағы саналатын Қытайда да осы әдіс кеңінен қолданылып жатыр. Иммундық плазманың көмегімен біраз науқастың жағдайы жақсарды деп отыр. COVID-19 вирусын емдеуде иммундық плазма көп көмегін тигіз. Осы індеттен жазылған науқастар қан тапсырды. Кейін оның құрамында бірнеше антидененің барын анықтадық. Соны тиімді пайдалана білдік. Бір адамның бойынан алынған плазма 3 науқасты емдеп жазуға жетеді екен. Бірақ антиденені вакцина деп қабылдауға болмайды. Ол дәрі сияқты емес. Иммунитетті көтеруге, вируспен күресуге қосымша күш беретін табиғи сұйықтық. Вылечить с помощью плазмы, только с помощью плазмы человека нельзя. Бір ғана плазманың көмегімен коронавирус жұқтырған адамды емдеп шығу мүмкін емес. Бұл иммунитетті көтеруге, кеселмен күресуге қосымша күш беретін сұйықтық. Сондықтан оны вакцина ретінде қабылдауға болмайды. Егер ауыр халде жатқан адамға плазма құйсақ, оның жағдайы біршама жақсарып қалуы мүмкін. Сөйтіп, өлім-жітімді азайтуға болады. Әзірге иммундық плазма тапсыру үшін орталыққа келіп жатқан донорлар жоқ. Мұндағы мамандар келіссөзді енді бастаймыз деп отыр. Олар коронавирус жұқтырып, кейін сауығып шыққан адамдардың тізімін жасайды, кейін оларды біртіндеп шақыра бастайды. Бірақ ешкімді мәжбүрлемейді. Бір адам 3 адамның өмірін сақтап қала алады. Донорлар мұны түсіну керек. Дастан Сейілханұлы, Серік Қоңырбаев, Хабар 24.